Халық әндерін аспаппен сүйемелдеу ежелден келе жатқан өнер. Ертеде серлер әнді сыбызғы, домбыра, қобыз, жетіген, шаң қобыз, дауылпаз аспаптарының көмегімен шырқағаны тарихтан белгілі. Кейіннен қобыз және домбыра аспабымен айтылған әуендер кеңінен тарап, қалғандарын қолданыстан ығыстыра бастады. Қазақтың домбырамен ойналатын дәстүрлі музыка өнеріне келгенде, оны Құрманғазы Сағырбайұлының шығармаларынсыз елестету мүмкін емес. Сондықтан бүгінгі бағдарламаны біз Құрманғазының кісен ашқан күйінің тарихына арнамақпыз. Қазақ даласын асқақта жігерлі күйлермен тербеген ұлы күйші композитор Құрманғазы Сағырбайұлы 1818 жылы Бөкей хандығы, қазіргі Батыс Қазақстан облысының Жаңақала ауданына қарасты Жиделі деген жерде дүниеге келген екен. Ол 6 жасынан қозы бағыпты. Өріске кеткенде қолына кішкентай домбырасын ұстап, сайын далада күй үйренеді екен. Құрманғазының әкесі Сағырбай өнерден алыс, қақ соқпен ісі жоқ, қарапайым шаруа адамы болған. Шешесі Алқа адуынды, бірбеткей, ер мінезді кісі болып, той домалақта күресетін палуан әйел атаныпты. Құрманғазы да жастайынан жұрт назарына ілікті. Оны күй өнеріне баулыған әрі алғашқы ұстазы ұзақ күйші болатын. Бала Құрманғазы ұстазымен ел аралап, қара домбырасымен талай сайыстарға қатысты. Құрманғазының бала кезінен ақ ең айтқыш тілі, ең сезімтал тілі қос шекті домбыра көмейінен шығатын күй тілі еді. Оның өмір сүрген дәуірі әсіресе оң солын танып, өмір тіршілікке белсене араласа бастаған кезі мейлінше күрделет. Бұл кезең патшалық Ресей жүргізген отаршыл саясаттың ең бір қарқын алған кезі болатын. Қашанда ел басына келген қиындықтың ауырлық тауқыметі ең алдымен еңсесі биік ерлердің иығына түсетіні сөзсіз. Замана зобалаңы Құрманғазыны да айналып өтпеді. Қазақ күйімен біте қайнасқан. Домбыраны сөйлетіп сырын ақтарған, зарын жеткізіп, мұңын айтқан, байламын айтқан. Бұған нақты дәлелдің бірі осы Құрманғазының кісен ашқан күйі. Бұл күй Құрманғазының қатал тағдырының талқысына ылғи өнермен жауап беретіндігінің бірден бір дәлелі. Жазықсыз түрмеге қамалған Құрманғазы Перовскийдің бұйрығының орындалуын күтіп, түрмеде жата береді. Күндерден күн өткенде Құрманғазы амалдың жоқтығын біліп, қалайда қашуды ойлайды. Айсыз қараңғы бір түнде, жұмыстан қайтып келе жатып, аяғы ауырып, тіпті жүргізбеген болып Құрманғазы тұтқындар тобынан кейін қала береді. Қапсын тауып, конвойдың біреуін қағып түсіріп қаша жөнеледі. Қараңғыда күйшінің ізін жоғалтып алған конвойлар түрмеге қайтады. Оның алдында күндіз жұмыс үстінде Құрманғазы баяғы Лавочкиннің шешесі берген болат араны ұлтарағының астынан суырып, кісеннің бір жағын кесіп, жай орнына байлап қойған болатын. Қашарда бір жағын қолына алып адымдай жөнеледі. Қаладан алысырақ бір сарайға барып, кісеннің екінші басын да кесіп, сол араға лақтырып тастайды. Біреулердің айтуынша, Құрманғазы қашар тұста кісенді жұлып аламын дегенде, өзінің май өкшесінің бірін жұлып алады да қаша береді. Ол күні қалың шөптің арасынан ешқайда шықпайды. Кісен қиған жерлерін көйлек дамбалынан жыртып алып орайды. Кеш бата Құрманғазы жайықтың бойын төмен қуа жүре береді. Таң ата бір ауыл шетіндегі малшының үйіне келіп, өзінің мән жайын айтады. Ол үйдің иелері Құрманғазыны тамақтандырып, басқалардың көздерінен тасалап, тыным алдырады. Жарасына сормақта тартып, жақсылап байлап береді. Кішкене тынық қасын Құрманғазы домбыра алдырып, бірнеше күй тартады. Ең соңғы күйінде қайғының үні шығады. Айналадағыларға Құрманғазы бұл күйдің атын кісен ашқан екенін айтады.
Лавочкиннің шешесі берген ара туралы айта кететін болсақ, ол туралы Ахмет Жұбановтың зерттеу еңбегі негізінде шыққан Құрманғазы күйлері қалай шыққан кітабындағы түрмеден қашқан оқиғасында баяндалады. Құрманғазы Орал түрмесінде жатып қалады. Бір күні қысқы серуен кезінде Лавочкин деген орыс тұтқынмен танысады. Ол ақ патшаға тіл тигізгені үшін қамалған орыс жұмыскері болып шығады. Өзі қазақ арасында көп болып, қазақша судай білетін болады. Бірде түрме қарақшыларының бірі Лавочкинге оның шешесі келгенін хабарлайды. Ол түрме бастықтары ұлықсат еткен бөлмеге барып, шешесімен көріседі. Шешесі пісіріп алып келген тамақтарын надзирательдің көзінше баласына береді. Бір нанның ішінде болат ара барын ыммен білдіреді. Шешесі қоштасып кеткесін, Лавочкин тамақтарды камераға алып келіп, болған жағдайды Құрманғазыға баяндайды. Екеуі қашу жоспарын жасап, ол ойларын өздеріне іш тартып жүрген надзирательге білдіреді. Ол бұларға жәрдемдесуге уәде береді деп келеді оқиға баянында. Сайдың бойына келіп, кісенімді алып отырғанымда, жараның аузы ашылып, түні бойы ауырып ұйқы бермеді. Жүруге де мүмкіншілік болмады. Сол бір сәтте осы күй басыма келіп еді дейді. Кісен ашқан күйі осылай шығады. Айта кетелік, Құрманғазы Сағырбайұлы Лавочкиннің анасына арнап Лаушкен күйін шығарған. Өнердің асылы қашанда құнын жоймайды. Құрманғазының күйлері ұлттық тарихымыздың әуен тілінде жазылған эпопеясы іспетті. Күйші шығармаларындағы өзекті мәселелер ол халықтың азаттығы мен жеке тұлға бостандығы еді.